Саламатсыңдар ма? Бүгін 156-шы сабақты өтеміз. Тақырып бұрыш салу. Мұнда төменде берілген мына мәндерді есептейміз және шыққан мәндерін қосамыз. Сол кезде бізде Носовтың «Тым білмес күн сәулелі қалада» деген кітабының қай жылы жазылғанын білетін боламыз. Алдымен 125-ті 12-ге көбейтеміз. Көбейтіндісі 1500-ге тең. 3528-ді 36-ға бөлеміз, 98 болады. 9000-ды 25-ке бөлеміз, 360 болады. Енді осы 3 мәнді қосамыз, сонда 1958 болады. Есептің шартына сәйкес, Носовтың «Дым білмес күн сәулелі қалада» деген кітабы 1958 жылы жазылған екен. Есеп шықты. Екінші тапсырмада дұрыс пікірлерді ата. 56 сүйір бұрыш. Сүйір бұрыш дегеніміз 90 градустан кіші бұрыштарды айтамыз. 56 90-нан бізде кіші. Демек, бұл дұрыс. Келесі 94 тік бұрыш дейді. Тік бұрыш дегеніміз 90 градусқа тең. Демек, 90-94 екеуі бір-біріне тең емес, бұл бұрыс екен. 138 доғал бұрыш. Доғал бұрыш дегеніміз, балалар, 90 градустан үлкен, ал 180 градустан кіші бұрыштарды айтамыз. 138 дегеніміз 90-нан үлкен, 180-нен кіші. Сонда бұл дұрыс пікір. Келесі 110 сүйір бұрыш дейді. Сүйір бұрыш 90 градустан кіші бұрышты айтамыз. 110 дегеніміз 90-нан кіші емес. Бұл қате. Бұрыс пікір. Енді 90 градус тік бұрыш. Бұл дұрыс. 3 сүйір бұрыш. Яғни 90 градустан кіші бұрыштар бізде сүйір бұрыш болады. 3 бізде 90-нан кіші, демек бұл да дұрыс пікір екен. Осының тапсырмасында ұқсас есеп құрастырамыз. Мінекей балалар, кез келген бұрыштарды алып, дұрыс немесе бұрыс пікірлер құрастырасыңдар. Мысалға 96 градус бұл бізде доғал бұрыш делінген. Бұл қате. 89 градус бұрыш сүйір бұрыш. Бұл дұрыс екен. 126 тік бұрыш, бұл қате пікір. Енді 26 сүйір бұрыш, бұл дұрыс. 172 доғал бұрыш, бұл да дұрыс. 96 тік бұрыш, бұл қате. Өздерің кез келген бұрыштарды алып, дұрыс немесе бұрыс пікірлер құрастырсаңдар болғаны. 5-ші тапсырманы есептейік. Тік бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларының ұзындығы 6 және 8, 5 және 7 см болатын тік бұрышты 3 бұрыштар сызамыз және оның ауданын табамыз. Мінекей балалар, тік бұрыш сызамыз 3 бұрыш. Іргелес жатқан қабырғасы 6, екіншісі 8 см. Мінекей мына жер бізде тік бұрыш екен. Енді осының ауданын тап дейді. Мұның ауданын табу үшін біз балалар мынаған қосымша өлшем жүргіземіз. Бұлайынан. Яғни тік бұрышқа толтырамыз. Ойша. Сонда тік бұрыштың қарама-қарсы қабырғалар тең ғой. Мына жақ 6 болса, мына жақта 6, 8 болса, мына жақта 8. Сонда S тең A көбейтілген B. Сонда S-іміз 8, екінші жағы 6. 48 болады екен. Бұл бізде тік бұрыштың ауданы. Енді дәл осыны 2-ге бөлеміз. 48-ді 2-ге. 24. Демек, мына 3 бұрыштың ауданы бізде 24 сантиметрге тең екен. Келесі тапсырма айтады. Дәл сондай тік бұрыш сызамыз. Бір қабырғасы, іргелес жатқан қабырғасы 5 болса, екіншісі 7 сантиметр. Дәл осының ауданын тап дейді. Бұны да дәл сол жолмен ойша мынаны тік бұрышқа толтырамыз. Яғни мынау мен мына жақтағы 2-3 бұрыш бір-біріне тең болады. Енді S A көбейтілген бол, яғни 7-ні 5-ге көбейтеміз. Бұл тік бұрыштың ауданы 35 болады. Енді мынаны 3 бұрыштың ауданын табу үшін 35 мұны. Енді 35-ті бөлеміз 2-ге. Бізде балалар қалдық шығады. 17 қалдық. 2-3 бұрыштың да ауданын таптық, есебіміз шықты. 6-шы тапсырмаларда фигураларды өлшеп, қайсының тік бұрышы бар, соны анықтаймыз. Міне балалар, мен кітаптағыдай етіп өлшедім.
Мынаның қабырғалары 2 сантиметр, бұл бізде барлығы сүйір бұрыш болады. Бұл жерде тік бұрыш жоқ. Мынау бізде трапеция фигурасы. Қабырғалары міне 2 сантиметр, 1 және 1,5 сантиметрден. Бұл бізде мынау доғал бұрыш, мынау сүйір бұрыш, мынау да сүйір бұрыш болады. Енді мынау бізде тік бұрыш жасайтыны мына жер. Мынау және мынау. Яғни 90 градусқа тең. Қалған бұрыштары тең емес. Мысалға мынау доғал бұрыш, мынау сүйір бұрыш. Енді мына жерде тік бұрыш жоқ. Доғал, барлығы доғал бұрыш, мына жерлері сүйір бұрыш. Балалар, біз 3-ші тапсырманы қалдырып кетіп, біз соны шығарайық. Мінекей 3-ші тапсырма бізде СОМ бұрышы берілген, ол бізде 45 градус. Енді осы берілген бұрыштан 10 градусқа үлкен бұрыштар сіздейді. 45-ке 10-ды қосамыз, сонда 55. Мына жерге транспортердің центрін алып келіп қоямыз дағаны 55 сантиметрге тең етіп бұрыш сызамыз. Екіншісі, бізде МАК бұрышы 95 градус болады. Мына жерге транспортерді қоясыңдар дағаны 105 градусқа лайықты етіп қоямыз. Сонда 95-ке 10-ды қосамыз 105 градус. Үшінші бұрышымыз LOR бұрышы 105-ке тең. Одан 10 градусқа үлкен, бізде ол 115 градус. Мінекей. Есебіміз шықты. 7-ші тапсырманы А және А варианттарын шығарайық. Сендерге барынша түсінікті болу үшін міне суретпен көрсетіп шығардым. Бізде ара қашықтығы 90 километр екі ертегі қалашығынан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі машина жолға шығады. Біріншісінің жылдамдығы 20 км бөлінген сағат, екіншінің жылдамдығы 25 км бөлінген сағат. Енді олар қанша сағаттан кейін кездеседі деп бізден уақытты сұрап тұр. Алдыңғы сабақтарда айтқан болатынмын, қарама-қарсы жылдамдық берілсе, бізде екі жылдамдық қосылады. Яғни 20-ға 25-ті қосамыз, сонда 45 болады. Т. Уақытты табу формуласы S бөлінген В, яғни ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Сонда барлық жүрген жолды 90-ды бөлеміз мына 45-ке. Сонда 2 сағат. Есептің жауабы 2 сағаттан кейін кездесті. Есеп шықты. 7-нің Ә тапсырмасында бірінші күні 600 км, екінші күні 200 км жол жүреді. Енді барлық жолға дейді, жалпы уақыт 8 сағат болса, және олар бірдей жылдамдықтармен жүрсе, бірінші күні қанша уақыт, екінші күні қанша уақыт деп уақытты сұрап тұр. Енді уақытты табу формуласы ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Бізде алдымен жылдамдықты тауып алайық. Жылдамдық бізде белгісіз ғой, бірақ бірінші және екінші күндері тең екені белгілі. В тең S бөлінген Т. Сонда 600-ге 200-ді қосамыз, яғни 2 нені. Сонда 8-ге бөлеміз 1000 км бөлінген сағат. Бұл бірінші және екінші күнгі жүрген жылдамдық. Енді бірінші күнгі жылдамдықты табу үшін 600-ді 100-ге бөлеміз 6 сағат. 200-ді 100-ге бөлеміз 2 сағат. Сонда есептің жауабы бірінші күні 6 сағат, екінші күні 2 сағат жол жүреді. Есебіміз шықты. 8-ші тапсырманы шығарайық. Мінекей балалар, бірінші жақшаның іші орындалады, одан кейін көбейту амалы, сосын бөлу амалы. Жауабы 2025-ке тең. Екінші өрнекте де бірінші жақшаның іші көбейту, сосын бөлу 2008 болады. Мына жақта алдымен бөліп аламыз, мынаны бөлеміз, сонда шыққан мәндерін қосып, оны 16-ға бөлеміз, сонда жауап 18 болады. Келесі, жақшаның ішін орындаймыз, көбейтеміз, шыққан мәндерді бөлеміз, сонда 1406 болады екен. Өз жауаптарымен салыстырыңдар. 9-шы тапсырманы шығарайық. Ойлан және жауап бер. Бірінші дәмхана 7/4 бүтінде және қалғандарының әр қайсын 7 бөлікке бөліп сатты. Ал екінші дәмхана болса 11 бөлікке бүтіндей және 11 бөлікке бөліп сатты. Әрбір дәмхана бірдей мөлшерде торт сатса, бастапқыда қанша торт пісірген соны анықтаймыз. Алдымен қанша бөлік торт сатқанын анықтаймыз. 7-ні 11-ге көбейтеміз, 77, 11-ді 7-ге көбейтеміз, 77.
мәндері бірдей шықты, себебі есептің шартында бірдей мөлшерде торт сатқаны белгілі. Енді келесі бүтін торттарын, пісірген торттарын санасақ, 7-ге 11-ді қосамыз, 18 торт, 11-ге 7-ні қосамыз, 18 торт. Бірінші дәмхананың пісірген торты, екінші дәмхананың пісірген торты. Сонда есептің жауабы әрбір дәмхана бастапқыда 18 торт пісірген екен. Есеп шықты. Соңғы 10-шы үй тапсырмасы. Транспортердің көмегімен дәптерімізге мына төменде берілген бұрыштарды сызамыз. Енді оларға атау берейік. 30 градус. Ол бізде 90-нан кіші, бұл сүйір бұрыш болады. 50 градус, бұл да сүйір бұрыш. 70, бұл да сүйір бұрыш. 90 градус дегеніміз тік бұрышқа жатады. 100 градус 90-нан үлкен, ол доғал бұрыш болады. 130 да доғал бұрыш. 45 дегеніміз сүйір бұрыш, 35 сүйір бұрыш. Дәптерімізге осылай бұрыштарды сызамыз да, жанына мен айтқандай атауларды беріп шықсаңдар болғаны. Барлық есеп шықты, сау болыңдар балалар.